Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда y-тен болады ax квадрат, y-тен болады ax куб, y-тен болады k бөлінген x функцияларының қасиеттері, графиктеріне тоқталып, есептер шығаратын боламыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Минус 6 бөлінген x тең болады 0,3 x квадрат теңдеуінің түбірлері бар ма? Тапсырманы орындау үшін біз қазір y-тен болады минус 6 бөлінген x және y-тен болады 0,3 x квадрат функцияларының графиктерін бір координаталық жазықтыққа салайық. Бірінші, y-тен болады минус 6 бөлінген x. X-ке мән беріп, сәйкесінше y мәндерін есептейміз. X-ке минус 6 берсек, y 1-ге тең болады. Минус 3 берейік, y 2-ге тең болады. Минус 2 бергенде y 3-ге тең болады, және минус 1 бергенде y 6-ға тең болады. Сол сияқты плюс 1 берсек минус 6, плюс 2 бергенде минус 3, плюс 3 бергенде минус 2, және плюс 6 берсек минус 1 болады. Осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп график саламыз. Минус 6-да 1 нүктесі. Минус 3-те 2 нүктесі, мынау нүкте. Минус 2-де 3 нүктесі, мына нүкте. Минус 1-де 6 нүктесі, мынау нүкте. Келесі, x1 болғанда y минус 6-ға тең, ол мынау нүкте. x2 болғанда y минус 3. x3 болғанда y минус 2-ге тең. Және x6 болғанда y минус 1-ге тең. Қажетті нүктелерді белгіледік, енді график саламыз. Графикті жүргіздік. Енді келесі функцияның графигін салайық. Бұл бізде y-тен болады 0,3 x-тің квадраты. X-ке мән беріп, сәйкес y-тің мәндерін есептейік. X-ке минус 3-ті берейік. Минус 3-тің квадраты 9, 9-ды 0,3-ге көбейтсек 2,7. X-ке минус 2-ні берейік. Минус 2-нің квадраты 4, 4-ті 0,3-ге көбейтсек 1,2. X-ке минус 1-ді береміз. Минус 1-дің квадраты 1, 0,3 болады. Келесі 0-ді берсек 0-ге тең болады. 1-ді берсек 0,3. 2-ні бергенде 1,2. Және 3-ті бергенде 2,7. Осы нүктелерді белгілеп графикті саламыз. 0-де 0 координаталар бас нүктесі. X минус 3 болғанда y 2,7. X минус 1 болғанда y 0,3. X плюс 1 болғанда y 0,3. X плюс 2 болғанда y 1,2. Және x минус 2 болғанда y 1,2. Және 3-ке тең болғанда y 2,7. Мынау нүкте. Енді осы табылған нүктелерді қосып графигіміз тұрғызайық. Сонымен балалар, бір координаталық жазықтықта біз параболаны салдық және гиперболаны салдық. Енді берілген теңдеудің түбірлері болу үшін олардың графиктері қиылысып тұру керек. Көріп отырмыз, екінші ширектегі графиктердің тармақтары бір нүктеде қиылысып тұр екен. Олай болса, бұл теңдеудің бір түбірі бар деген сөз. Біз шамамен осы түбірдің қаншаға тең болатындығын анықтай аламыз. Мінеки қиылысу нүктесі, оның координатасы шамамен минус 2,7-де 2,1-ге тең екен. Жауабы теңдеудің бір түбірі бар. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырма, y-тен болады 5-тен 2 x-тің кубы функциясының графигін салыңыздар. Және график арқылы f 1,5 азайтылған 3 көбейтілген f минус 2,3 өрнегінің мәнін табыңыздар. Алдымен функцияның графигін салып алайық. y-тен болады 5-тен 2 x-тің кубы. X-ке мән беріп, сәйкесінше y мәндерін есептейміз. X-ке 3 бергенде y-тің мәні 10,8-ге тең. X-ке 2 бергенде y-тің мәні 3,2-ге тең. X-ке 1 бергенде y-тің мәні 0,4-ге тең. X-ке 0 бергенде y 0 болады.
x минус 1-ге тең болғанда y минус 0,4 болады. X минус 2 болғанда y минус 3,2 болады. Және x минус 3-ге тең болғанда y минус 10,8-ге тең болады. Енді осы алынған мәндерді координаталық жазықтықта белгілеп график саламыз. 3-те 10,8 нүктесі, 2-де 3,2 нүктесі, x 2-ге тең болғанда y 3,2-ге тең. Шамамен мынау жерде. X 1 болғанда y 0,4, x минус 1 болғанда y минус 0,4, x минус 2 болғанда y минус 3,2. Енді осы алынған нүктелер арқылы графигіміз жүргізейік. Міне графигіміз салдық. Енді x 1,5-ге тең болғандағы функцияның мәнін және x минус 2,3 болғандағы функцияның мәндерін осы график арқылы анықтаймыз. X 1,5-ге тең болғанда f 1,5, яғни функцияның 1,5-тегі мәні, ол шамамен 1,4 шамасында болады екен. 1,4-ге. Келесі x минус 2,3 болғандағы функцияның мәнін табамыз. Тең болады. Қараймыз, 2,3 болғанда шамамен графикпен мұнда қиылысып тұр. Және қарасақ, ол минус 4,8-ге тең. Бұл жуық мән. Енді біз f 1,5 азайтылған 3 көбейтілген f минус 2,3 өрнегінің мәнін жуықтап есептей аламыз. Яғни 1,4 азайту 3 көбейтілген минус 4,8 тең болады. 1,4 қосылған 14,4 тең болады. 15,8 болады екен. Сонымен жауабы өрнектің мәні жуықтап 15,8. Енді үйден өздеріңіз мынау тапсырмаларды орындап, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.